Қаржылық сауаттылық курсының бірінші модуліне қош келдіңіз. Бұл модульде біз көші-қон құнын қалай есептеуге болатынын үйренеміз. Көші-қонның қаржылық әсерін түсіну, тиімді жоспарлау мен шешім қабылдау үшін өте маңызды. Көші-қон әртүрлі шығындарды қамтиды және бұл шығындардан хабардар болу қаржыны дұрыс басқаруға және күтпеген қаржылық қиындықтардан аулақ болуға көмектеседі. Бұл модульде бағдарламасы келесідей. Біз өмірлік мақсаттарды қалай қою керектігін, көші-қонның қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді мақсаттарының қандай болатынын үйренеміз. Курстың мақсаты қаржылық сауаттылық арқылы мигранттар мен олардың отбасыларын қаржылық инклюзияны арттыруға және қаржылық қызметтерді пайдалануын кеңейтуге ынталандыру, осылайша олардың өмір сүру сапасын тұрақты түрде жақсарту. Қаржылық сауаттылық мигранттардың қаржысын тиімді басқару, алаяқтықтан қорғануы және қаржылық мақсаттарына жету үшін маңызды. Бұл көші-қонға байланысты шығындарды түсінуге және сәйкесінше жоспар құруға септігін тигізеді. Қаржылық сауатты болуы дұрыс шешім қабылдауға, қаржылық қиындықтарды сақтануға және көші-қон үдерісін сәтті жүргізуге мүмкіндік береді. Бұл модульдің мақсаты мигранттар мен олардың отбасыларының қысқа және ұзақ мерзімді мақсаттарды қоюға ынталандыру. Модульдің соңында сіз өз мақсаттарыңызды анықтап, оларды басымдыққа қойып, оларға қалай жету керектігін түсіндіресіз. Бұл сіздің қаржылық мақсаттарыңызға жету үшін айқын жоспары. Алдымен қысқа және ұзақ мерзімді мақсаттарды анықтаймыз. Қысқа мерзімді мақсаттар алдағы бірнеше айдан бір жылға дейін мерзімде орындалуы тиіс мақсаттар. Мысалы, күтпеген шығындарға немесе отбасылық мерекеге ақша жинау. Ұзақ мерзімді мақсаттар бір жылдан астам уақыт ішінде жүзеге асатын мақсаттар. Мысалы, үй сатып алу немесе зейнетақыға қаражат жинау. Келесі қадам мақсаттарды салыстыру және оларға басымдық беру. Отбасы мақсаттары. Бірлік пен ынтымақтастықты арттыратын ортақ мақсаттар. Жеке мақсаттар. Жеке қажеттіліктер мен жетістікке жету сезімін тудыратын мақсаттар. Отбасы мүшелерімен мақсаттарды талқылау арқылы барлығының қажеттіліктері ескерілгеніне көз жеткізу маңызды. Қазір сіз және отбасыңыз қандай мақсаттарға жетуді қалайтындығыңызды бейнелейтін сурет салыңыз. Бұл үй салу немесе жөндеу, үйлену, саяхаттау, жаңа смартфонды сатып алу, балаларды оқыту, ферма бастау немесе зейнетақыға қаражат жинау болуы мүмкін. Мақсаттарды көзбен елестету сізге ынталы болуға және назарды сақтауға көмектеседі. Отбасы мүшелерімен мақсаттарды талқылаңыз және салыстырыңыз. Мақсаттар жас ерекшелігіне, жынысына, біліміне және отбасындағы рөліне қарай әртүрлі болуы мүмкін. Гендерлік мәселелер және басымдылықтарды ескеріңіз. Отбасы мақсаттары ынтымақтастық пен бірлікті нығайтуы керек. Бірге жұмыс істеу арқылы ортақ мақсаттарға тиімдірек жетуге болады. Отбасы мүшелерінің мақсаттары жасына, жынысына, білім деңгейіне, отбасындағы рөліне, жұмысқа және қоғамдық өмірге қатысу мүмкіндігіне байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Есіңізде болсын, жыныстық ерекшеліктер мен басымдылықтарды отбасы мүшелері құрметтеуі тиіс. Қаржылық мақсаттардың түрлері. Отбасылық мақсаттар. Бірлік пен ынтымақтастықты нығайтатын ортақ міндеттер. Қысқа мерзімді мақсаттар бірнеше айдан бір жылға дейін мерзімді жүзеге асырылады. Ұзақ мерзімді мақсаттар бір жылдан астам уақытты қажет етеді. Жеке мақсаттар жеке қанағат пен жетістік сезімін арттыратын мақсаттар. Суреттерге қараңыз. Осы мақсаттардың қайсысына қысқа мерзімде қол жеткізуге болады? Қай мақсаттар ұзақ уақытты қажет етеді? Қаржылық сауаттылық мақсаттарыңызға жетуге көмектеседі. Мысалы, Наталья келесі 3 ай ішінде күтпеген медициналық шығындарға жеткілікті қаржы көлемін жинауды жоспарлайды. Айдана алдағы 5 жылда үйге бастапқы жарнаны жинауды мақсат етеді. Алмаз ай сайынғы табысының белгілі бір пайызын күтпеген шығындарға, мысалы, көлік жөндеуге жинауды қалайды. Серік отбасылық мереке үшін ай сайын белгілі бір соманы жинауды жоспарлайды. Басқа мысалдар. Қайрат келесі 2-3 жыл ішінде оқу ақысына жинақ жасайды. Әлихан шағын бизнес ашуға қаражат жинаса, Жанар белгілі бір инвестициялық мүмкіндікке, ал Мадина жаңа телефон сатып алуға қаражат жинайды. Бұл мысалдар қаржылық сауаттылықтың әртүрлі мақсаттарына жетудің жолдарын көрсетеді. Сіздің ойыңызша, барлық мақсаттарға бір уақытта қол жеткізу мүмкін бе?
Алдымен қай мақсатқа жетуді қалайтыныңызды, ал қайсысын кейінге қалдыруға болатынын анықтаңыз. Бұл сізге маңызды мақсаттарға назар аударуға және ресурстарды тиімді бөлуге көмектеседі. Мақсаттарыңызды жазыңыз. Оларды орындау уақытына қарай қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді деп бөліңіз. Осы мақсаттарға жету үшін қандай әрекеттер жасау керек? Оларға қанша ақша керек екенін есептеңіз. Қысқа мерзімді мақсаттарға үйді жақсарту, жаңа смартфон сатып алу, саяхаттау, үй салу, ферма ашу және зейнетке жинақ жасау жатады. Бұл мақсаттарға жету үшін қажетті әрекеттерді анықтап, қанша қаражат қажет екенін бағалаңыз. Ұзақ мерзімді мақсаттарды жоспарлау мұқият ойластырылған шешімдер мен міндеттемелерді талап етеді. Мақсаттарыңызға жету үшін берілген сұрақтарға жауап беріңіз. Мен не алғым келеді? Оған қашан қол жеткіземін? Оның құны қанша? Мақсаттарыма жету үшін менде не бар? Мақсаттарыма жету үшін не істеуім керек? Бұл сұрақтарға жауап беру нақты әрі тиімді жоспар құруға көмектеседі. Қаржылық ресурстарды есептеңіз. Мысалы, 5 жыл ішінде үй салу үшін шамамен 50 миллион теңге қажет. Әрбір әрекетке қажетті қаржылық ресурстарды бағалай отырып, егжей-тегжейлі іс-қимыл жоспарын жасаңыз. Бұл сізге жолдан жаңылмауға және дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі. Мақсаттарды анықтау үшін SMART тәсілін қолданыңыз. Олар нақты, өлшенетін, қолжетімді, өзекті және уақытқа тәуелді болуы керек. Бұл жоспарлауды тиімді жүргізуге және мотивацияны сақтауға көмектеседі. SMART мақсаттары мақсаттарыңызға жетудің айқын негізін қалыптастырады. Мысалы, егер сіз жаңа смартфон сатып алу үшін ақша жинағыңыз келсе, нақты: мен жаңа смартфон сатып алу үшін 100 мың теңге жинағым келеді. Өлшенетін: мен ай сайын 20 мың теңге жинаймын. Қолжетімді: мен қажетсіз шығындарды азайту арқылы ай сайын 20 мың теңге жинай аламын. Өзекті: жаңа смартфон сатып алу отбасым мен достарыммен байланысты болуға көмектеседі. Уақытқа тәуелді: мен 5 ай ішінде 100 мың теңге жинаймын. Отбасы мүшелерімен өмірлік мақсаттарыңызды талқылаңыз және анықтаңыз. SMART тәсілін қолданып, мақсаттарыңыздың нақты, өлшенетін, қолжетімді, өзекті және уақытқа тәуелді болуын қадағалаңыз. Оларға жету үшін не істеу керектігін талқылаңыз. Бірге жұмыс істеу үшін және жүйелі тәсілді қолдану табысқа жету мүмкіндігін арттырады. Келесі сессияда біз көші-қон шығындарын есептейміз. Қосымша ақпарат алу үшін назарда болыңыз. Көші-қонның қаржылық аспектілерін түсіну дұрыс шешім қабылдауға және тиімді жоспарлауға көмектеседі.